Номері 103 жалпы орта білім беретін мектептің 7 сынып оқушысы Пернебек Тамира Асхатқызы, пән мұғалімі Мырсалиева Рамиля Жәнбекқызы. Бүгінгі біздің ғылыми жобамыздың тақырыбы қазақ хандығының құрылуы мен нығаюы. Қазақстан территориясында 14 және 15 ғасыр болып өткен әлеуметтік, экономикалық және этникалық саяси процестердің заңды қорытындысы болды. Тарихи әдебиетте Велимир Зерновтан бастап, Шығыс Дешті Қыпшақтың әдебиетте тайпаларының бір бөлігін жошы ұрпағы Керей мен Жәнібектің басшылығымен Шу мен Талас өзендерінің жазығына көшуі, қазақ хандығы құрылуының қазақ халқының тарихындағы төтенше маңызды оқиға болды. Ол ұлан байтақ өңірді мекендеген қазақ тайпаларының басын қосып шоғырлануда басталған, өз алдына және ел болып қалыптасуын бір жолата аяқтауда жол көрді. Жәнібек ханның Әбілқайыр хан үстемдігіне қарсы күрескен қазақ оқиға болған еді. Бұл оқиғаның мән жайы былай болатын. 1428 жылы Ақ Орда мемлекетінің ақырғы ханы Барақ хан ішкі феодалдық қырқыста қаза болған соң, Ақ Орда мемлекеті ыдырап, ұсақ феодалдық иеліктерге ие болды. Бізде Ақ Орданың орнына Әбілқайыр құрған 15 ғасыр орта шенінде Сырдариядан Сібір хандығына дейін ұлан байтақ жерді алып жатты. Алайда бұл мемлекеттің ішіндегі өкімет үшін күрес бір сәтте таластанған жоқ. Әбілқайыр хан өзінің саяси дұшпандарын жошы әулетінен Дешті Қыпшақтан өздерін қолдайтын жеткілікті күш таба алмаған. Ұрыс қарамағындағы ауылдармен Шу өзенінің бойында көшіп кетуге мәжбүр болды. Осы оқиғалар жөнінде бізде Мұхаммед Хайдар Дулати Жәнібек ханның 15 ғасырдағы 50 жылдары орта шенінде қарамағындағы ауылдарымен өткізген болатын. Нәтижесінде Керей мен Жәнібек Моғолстанға көшіп барған кезінде Шу мен Қозыбас аймақтарын бізе берді. Ал Моғолстанның батыс Әбілқайыр хан 1468 жылы өзіне дүние салып, өзбек ұлысының шаңырағы шайқала бастады. Ірі шиеленістер басталды. Оның үлкен бөлігі Керей мен Жәнібекке көшіп кетті. Сөйтіп, оның үлкен бөлігі Керей мен Жәнібекке көшіп, оларды өзбектер және қазақтар деп атады. Қазақ сұлтандары 870 жылдары өзендерін Шу мен Талас өзендерінің алқабында 1465 және 1466 жылы билей бастады. Қазақ мемлекетінің негізін салған дербес қазақ хандығы құрылды. Осы территорияға деректемелерде тұңғыш рет Қазақстан деген атау қолданыла бастады.